Жастарға мәдени ақпараттық насихаттау керуенін шығарып салу үшін облыс басшылығы Нұр Отан партиясының өкілдері, қала тұрғындары жиналды. Ақпараттық топтың құрамына басқармалар мен департаменттердің, даму институттарының өкілдері мен жастар енді. Салтанатты шараға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров керуеннің жұмысына сәттілік тіледі. Бүгін міне жыл сайынғы жастарға керуен жолға шыққалы тұр. Оның басты мақсаты елбасымыздың жаңа 5 бастамасын талқылау, жастар арасында түсіндіру. Олардың барлығы біздің облыс үшін ерекше маңызы бар. Мәдени ақпараттық насихаттау керуені Абай ауданы мен Теміртау қаласына жолға шықты. Оның құрамында әртүрлі саладан 30-ға жуық маман бар. Олардың басты міндеті ауыл мен аудан жастарына қолжетімді баспана, кәсіпкерлікті дамыту секілді мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсіндіру. Алдымызда мемлекеттік бағдарлама бойынша биылғы жылы регионымызда 2000-нан аса үй салынады. Соны әр оспаты жастар білу керек. Сондықтан біз төл қалада салмаймыз, регион Балқаш, Жезқазғанда саламыз, 19 жылы Теміртауда саламыз. Ал бұдан кейін облыс әкімінің орынбасары жастар ресурстық орталық жанынан құрылған Good Zone Coworking орталығының жұмысымен танысты. Орталық наурыз айынан жұмысын бастаған Алмас Айдаров облыс әкімі Ерлан Қошановтың атынан жастарға музыкалық аспаптарды сыйға тартты. Коворкинг орталықтың жұмыс біз уақытында таңертең 9-дан кешкі 9-ға дейін қойдық. Суббота күнде жұмыс істейді. Бізге орталыққа келгенде офистік помещениеде дайындалу жұмыстар емес, біз оларға осындай еркін аймақ құрып беруіміз керек. Игі жоба рухани жаңғыру шеңберінде ұйымдастырылуда. Сәтін салса жыл соңына дейін ақпараттық насихаттау керуені облысымыздың 9 қаласы мен 9 ауданын аралап шығады. Райхан Сәрімбек, Бекзат Нұрмағамбетов, Аман Хамид, Сарыарқа.